Сәлем достар, ағылшын тілін оңай және тез үйрену каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта біз сіздерменен мына 4 етістікті speak, tell, talk, say етістіктерін қолдану жолын қарастырамыз. Тіл үйренушілердің жалпы көп қиналып сұрап жататын етістіктер болғандықтан осыны қарастыруды жөн көрдік. Сонымен tell етістігі бір нәрсе айтып беру, әңгімелеу, ақпарат беру. Яғни өзіңіздің ішкі қандай да бір ойыңызды біреуге әңгімелеп, сырыңызды айтып беру, соған жеткізу біреуге. I'd like to tell you something. Мен саған бір нәрсе айтқым келеді. Яғни өзімнің ішкі ойыммен бөліскім келеді. Бұл жерде кері байланыстың қажеті жоқ. To tell етістігінің өткен шақтағы формалары told, told. Және to tell етістігінен кейін есімдіктерді қолдануды ұмытпаймыз. Оны келесі сөйлемдерден байқасаңыздар болады. Мысалы, I'd like to tell you a story. Мен саған бір әңгіме айтқым келеді. This is a secret. You mustn't tell her. Бұл құпия, сен оны айтпауың қажет. Tell him to wait for us. Оған айтыңыз бізді күте тұрсын. He told me to do it. Ол айтты маған осыны істеу керек деп. Ал енді әрбір сөйлемдегі tell деген етістіктерден кейін байқасаңыздар you, her, him, me деген есімдіктер қолданып тұр. Сондықтан да tellдан кейін міндетті түрде есімдікті қолдануды ұмытпаңыздар. Келесі say. Say етістігінің нақты қазақша баламасы бұл айту. Яғни біреуге ішкі ойыңды баяндап беру емес, бұл айту. I'd like to say it. Мен бұны айтқым келеді. Can you say your name again? Сен атыңды тағы қайталап айта аласың ба? To say етістігінің өткен шақтағы формасы said, said. Бұл дұрыс етістік. What did you say? Сен не деп айттың? What did you say to her? Сен оған не деп айттың? Яғни say деген етістіктен кейін есімдікті қолданатын болсаңыздар, say деген етістіктен кейін to деген жалғауды қоюды ұмытпаңыздар. Say to her. Яғни етістік пен есімдіктің ортасында to деген жалғау болады. Сонымен қатар to say етістігі төл сөз бен төлеу сөзде қолданылады. Мысалы, she said, I'm tired. Ол айтты, мен шаршадым. Немесе, she said that she was tired. Ол айтты, өзінің шаршағаны жайлы. Яғни төл сөз бен төлеу сөзде қолданылып тұр. How do you say that in English? Оны ағылшынша қалай айтасың? How can I say it? Мен оны қалай айтамын? Яғни нақты қазақша мағынасы, баламасы айту. Келесі етістігіміз talk. Сөйлеу, сөйлесу. Яғни 3-4 адамның ортасындағы әңгіме дүкен құру, диалог жасау, диалог құру, яғни сұхбаттасу, әңгімелесу, сөйлесу. Яғни кері байланысты талап етеді. Talk деген етістік. Мысалы, I'd like to talk about it. Мен бұл туралы сөйлескім келеді бәріңмен. Яғни кері байланысты талап етіп тұр. Немесе, we talk on the phone every week. Біз апта сайын телефонмен хабарласамыз. Яғни сөйлеуші мен тыңдаушының ортасында кері байланыс бар. Келесі, speak. Сөйлеу, яғни сөйлеу білу қабілетіне ие болу, сөз сөйлеу, жалпы сөйлеу. Ол 2-3 адамның ортасындағы әңгіме де болуы мүмкін, немесе жалғыз адамның сөйлесуі болуы мүмкін. I'd like to speak with you. Мен сенімен сөйлескім келеді. Бірақ кері байланысты бұл жерде speak етістігі талап етпейді. Speak quietly. This is a library. Жай сөйле. Бұл кітапхана. Кері байланысты қажет қылып тұрған жоқ. Ал енді to talk етістігі мен to speak етістігінің ортасында біраз ұқсастықтар да бар, аз-маз айырмашылықтар да бар. Ол туралы сәл кейінірек айтам. Қазір енді мына жерде қарасаңыздар, talk to someone, talk with someone, talk about something, talk about someone. Яғни біреумен сөйлесу, бір нәрсе туралы сөйлесу, бір адам туралы сөйлесу. Яғни бұл жалғаулармен бірге жасалынатын жолдары бірдей. To speak етістігінің өткен шақтағы формасы spoke, spoken. To speak'ті біз ресми жағдайларда I spoke at the meeting yesterday. Мен кеше жиналыста сөз сөйледім. Немесе сыпайылық танытқан жағдайда please speak more slowly. Өтінем, жай сөйлеңізші. Немесе телефонмен сөйлескенде I'd like to speak to Mr. Brown, please. Мен Mr. Brownмен сөйлескім келеді. Яғни осы жағдайларда to speak'ті қолданамыз. Ал енді мына екі сөйлемнің қайсы дұрыс екенін байқап көріңіздер. Әрине they speak English. Олар ағылшынша сөйлейді. Олар ағылшынша сөйлесті деп айтатын болсақ, біз
they talk English емес, they talk in English деп in деген жалғауды қосуымыз керек екен. Келесі сөйлемде how many languages do you speak немесе how many languages do you talk? Әрине, how many languages, неше тілде сіз сөйлейсіз, неше тілде сіз сұхбаттасасыз деп біз айтпайды екенбіз. Яғни дұрыс үлгісі бірінші үлгі. Жалпы тілдер туралы әңгіме қозғалғанда біз speak it's-тің қолданамыз. Мына жерде де байқасаңыздар, I speak 3 languages, мен 3 тілде сөйлеймін. Ал енді мына екі сөйлемге қарасаңыздар, I spoke with my teacher yesterday, немесе I talked with my teacher yesterday. Екеуі де бірдей, екеуінен кейінгі жалғау да бірдей. Сондықтан да қайсысын қолданамыз деп біздің тіл үйренушілер сұрап жатады, қайсысы дұрыс деп. Енді дұрыс түсіну үшін бірінші spoke деген етістікті сіздер кері байланысты қажет етпеген кезде айта аласыздар. Яғни мұғаліммен сөйлесу сіздің тарапыңыздан болған ұсыныс болғандықтан, жай сіз өзіңіздің ойыңызды, өзіңіздің түсінбегеніңізді соны сұраған кезде айтасыз I spoke with my teacher yesterday. Ал енді I talk with my teacher yesterday десек, ол екі жақтан да кері байланыстың болғанын білдіреді. Яғни мен де сөйледім, мұғалім де сөйледі. Ал енді мен сіздермен қоштасамын. Осы 4 етістікті жақсылап түсініп алды деп ойлаймын. Сәттілік тілеймін. Қош сау болыңыздар.